Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз тест-центр сайтынан кезекті нұсқа талдайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Донорлы акцепторлы механизммен байланысқан бөлшек. Донорлы акцепторлы байланыс деген бізде бір химиялық байланыстың бір түрі, иә. Ол бізде аксоний ионында бар, және аммоний ионында бар. Енді аксоний ионы деген не ол? Судың молекуласы H+ катионын қосып алып, H2O+ аксоний ионына айналады. Ол қалай айналады? Мына оттекте бізде екі бос электрон жұбы бар, иә? Ал мына сутектің ионында бос ұяшық бар. Сондықтан мына сутектің катионы барып, мына тұрған екі электронды ұяшыққа орналастырады, яғни оттек атомы береді. Бұл жерде судың молекуласындағы оттек атомы донор болып тұр, H+ акцептор болып тұр, яғни қабылдаушы болып тұр, дайын электрон жұбын. Сол сияқты бізде мына аммиакпен де H+-ті қосып алып, аммоний ионының түзілуі тура осы жағдай бойынша жүреді. Бұдан басқа донорлы акцепторлы байланыс комплексті қосылыстарда болады, иә? Сондықтан есімізде болсын. Комплекс қосылыстарға мысал келтірсек, мысалы натрий, алюминий, OH, төр деген сияқты. Осындай қосылыстарда міндетті түрде донорлы акцепторлы байланыс болады екен. Электрон тартқыштық қасиеті артатын қатар дейді. Электрон тартқыштық қасиет ол бейметалдарға тән, көбіне. Неғұрлым бейметалдық қасиет жоғары болған сайын, электрон тартқыштығы да жоғары болады. Дұрыс жауап бізде Д нұсқасы, себебі қараңыздар. Алюминий, кремний, фосфор, күкірт, бұлар бізде үшінші периодтың элементтері және осы бағытта орналасады, периодтық кестеде. Жалпы кез келген периодта солдан оңға қарай бейметалдық қасиет артады, яғни бейметалдық қасиет артса, электрон тартқыш қабілет артады, немесе электр терістілік артады, жауабымызды белгіледік, енді ары қарай жүрейік. Тотығу процесі. Тотығу процесі, ол жерде бізде тотықсыздандырғыш бар, Тотықсыздандырғыш электронды береді, бірақ өзі істейді, тотығады. Яғни тотығу процесі деген бізде электронды беру процесі. Қай жерде біз электрон берілген көріп тұрмыз? Әрине Б, Б жауапта, себебі көміртектің тотығу дәрежесі +2-ден +4-ке өзгерді. Бұл жерде ол 2 электронды берді. 2 электрон кеткеннен кейін 2 оң заряд артып, жалпы жиыны 4 заряд болды. Келесі сұрақ. Тепе-теңдікте қысым әсер етпейтін реакция дейді. Жалпы тепе-теңдіктің оңға немесе солға ағысуына 3 түрлі фактор әсер ете алады, қысым, температура, концентрация. Біз қазір қысымның әсерін бағалаймыз. Қысымның әсерін бағалаған кезде біз сол жақтағы газ реагенттердің моль санын санаймыз, және оң жақтағы газ өнімдердің моль санын санаймыз. Бірінші реакцияда бізде 3 моль газ бар екен, міне 3 моль газ. Оң жақта міне 3 моль газ бар, Біз бұл кезде мына қатты заттарды ескермейміз, тек газдарды ғана санаймыз, естеріңізде болсын, қысымды бағалағанда. Егерде сол жақта да, оң жақта да газдардың моль саны тең болса, бұндай жүйеде тепе-теңдіктің қысымына қысым әсер етпейді. Келесі сұрақты қарайық. Катион бойынша жүретін гидролизге түсетін тұздар дейді. Гидролиз дегеніміз тұз бен судың арасындағы алмасу реакциясы, бізде гидролиз деген. Бұл жерде дұрыс жауап болады С, себебі бұл жерде темір, алюминий, мыс сияқты катиондар, олар әлсіз негіздердің, яғни әлсіз электролиттердің иондары. Түсінікті, Яғни, мысалы, темірді алатын болсақ, феррум 3+,
сумен осындай реакцияға түседі. Феррум OH 2 плюс H плюс. Міне гидролиздің бірінші сатысы. Яғни сумен реакцияға бізде катион түсіп тұр, иә? Бұл гидролиздің иондық деңгейі. Гидролиздің молекулалық деңгейі болу үшін біз былай жазамыз. Феррум хлориш плюс HOH. Феррум OH хлор 2. Себебіне жерде 2 плюс катионы біз 2 анионды қосып береміз. Плюс H плюске хлорды қосып береміз. Мынау иондық деңгей, астындағы молекулалық деңгей. Сарғыш жасыл түсті өзіне тән тұншықтырғыш иісті улы газ күйіндегі бейметалл дейді. Ол бізде әрине хлор, иә. Калий ионының жалындағы түсі ол күлгін, иә. Бұндай ақпараттарды жаттап алу керек. Бұл сапалық реакциялар, иә. Катиондарға, аниондарға сапалық реакциялар. Берілген оқулықта соларды жаттап, және мүмкіндік болса қайталап отырған дұрыс, ұмытып қалмас үшін. Келесі, 4-ші А топ элементтерінде металдық қасиет айқын көрсететін элемент. Бұл элементтердің бәрі шынымен де 4-ші А топта орналасқан. Бірақ олардың орналасу реті былай емес, негізінде периодтық кестеде қалай орналасқан бізде? Көміртек, кремний, германий, қалайы, қорғасын, осылай орналасқан негізінде периодтық кестеде. Біз білеміз, кез келген топта жоғарыдан төмен қарай металдық қасиет артады. Яғни ең металдық қасиеті жоғары бізде қорғасын. Жауапты қорғасын деп белгілейміз. Фосфор қышқылы күміс нитратымен жүретін реакция белгісі дейді. Күміс нитратындағы аргентум плюспен P4 3 минус ионы қосылып, аргентум 3 P4 деген тұнба түзіледі. Бұл тұнбаның түсі сары. Күкірт қышқылы мен тұздары үшін реактив болатын заттар дейді. Күкірт қышқылының құрамында да, оның тұздарының құрамында да қандай ион бар? С4 сульфат анионы бар. Ал сульфат анионын анықтайтын катион бізде барий, иә? Яғни енді қараңыздар, сонда бізде барий С4 деген ақ тұнба түзіледі, қышқылда да бізде де ерімейтін ақ тұнба. Яғни біз сульфат ионын анықтау үшін барийдің бір қосылысын аламыз, бірақ ол міндетті түрде еритін болу керек, иә? Бізде дұрыс жауап деп Б жауапты белгілейміз. Себебі барийдің бромиді де ериді, барийдің нитраты да ериді. Ерігіштік кестесін қарасаңыздар. Хлор газы сілтінің ыстық ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін зат. Бұл жерде ыстық ерітінді деген сөзге мән береміз. Себебі хлор сілтімен әрекеттескенде реакция екі түрлі болып жүруі мүмкін. Егер ыстық болса, ыстық сілті болса, иә, онда бізде не түзіледі? Калий хлор, калий хлоро 3 және су. Егер салқын десе, салқын сілті десе, онда калий хлор О және су түзіледі. Айырмашылықты көріп тұрсыздар ғой, иә? Міне. Калий, бұл жерде калий хлораты түзіледі, ыстық сілтімен. Бұны калий хлораты не Бертоле тұзы деп айтады, иә? Калий хлораты деп айтады. Ал мынау калий гипохлорид, иә? Гипохлорид. Осы айырмашылықты еске сақтап алайық. Бізде ортада калий аштың орнына натрий аш беруі мүмкін, хлордың орнына бром беруі мүмкін. Мысалы, бірақ бәрібір реакция осындай болып жүреді. Екеуінде де міне қараңыздар, екеуінде де хлорид түзіледі, металдың хлориді, екеуінде де су түзіледі міне, бірақ айырмашылық міне бір өнімде. Бұл үнемі ұбт-да келетін тапсырма. Дұрыс жауабымыз, мына жерде белгілемеппіз ғой.
Дұрыс жауабымыз бізде ыстық ерітіндімен бізде бертолет тұзы немесе калий хлораты түзіледі. Титан қосылыстарында көрсететін тотығу дәрежелері дейді. Титанның периодтық кестедегі орнына қараймыз. Титан бізде 4-ші Б топшада орналасқан. Титан 4-ші Б топшада орналасқан. Оның тотығу дәрежелері. 4-ші Б топшада тұрғаннан кейін әрине ең жоғарғы тотығу дәрежесі +4 болады. Және Б топшада бізде металдар орналасқан. Металдарда, металл атомдарында қосылыстарда 10 дәреже болады, 10 тотығу дәрежесі болады. +4-тен басқа сирек кездесетін тотығу дәрежелері +2, +3 екен. Яғни дұрыс жауабымыз бізде не болады. Бұл ауыспалы металдар деген тақырыптан табасыздар. Оның жауабын. Формулалар берілген, осы көмірсутектерге сәйкес келетін гибридтену түрі дейді. Біріншіден біз бірден қай кластың өкілдері бұны қарайық. CH6 бұл этан, бұл алкандар. Алкандарда SP3 бізде, CH4 алкендер бұларда SP2 және CH2 алкендер, SP3, SP2, SP1. Осы ретпен қойымыз керек және де. Бірінші SP3 жүру керек, одан SP2, одан SP1. Яғни дұрыс жауап бізде А болады. Келесі, екіншілік спирттер тотыққанда түзілетін қосылыстар дейді. Біріншілік спирттер тотыққан кезде альдегидтер түзіледі. Екіншілік спирттер тотыққанда кетондар түзіледі. Біріншілік спирт деген мысалы этил спиртін алатын болсақ, OH тобы бізде шеткі көміртекте тұрады. Және тотығу процесі кезінде жалпы осылай көрсетсек болады. Бұлай бізде не түзеді? Альдегид түзеді. Этан олдан, этан аль түзеді. Ал егер бізде екіншілік спирт болса, екіншілік спирт деген мына гидроксил тобы байланысқан көміртек бар ғой. Сол өзінен басқа тағы екі көміртекпен байланысып тұру керек. Бұны біз екіншілік спирт дейміз. Жетпеген сутекке жаза саламыз. Енді жерге бір ашып қоямыз. Бұл тотыққан кезде не болады? Өзгеріс мына OH тобы тұрған жерде болады. Бұл жерде міне CO деген кетіп пайда болады. Енді жетпеген сутектерін қоя саламыз. Қараңыздар, жалпы кішкене теория жағынан мәлімет беріп жатырмын. Мынау бізде альдегид тобы, мынау бізде кета тобы. Анилинді алу реакциясы. Бұл анилинді алу реакциясы, Зимин реакциясы. Бұған қатысты есеп беріп қалу мүмкін. Сөзде Зимин реакциясын сіздер өздеріңіз жаза білулеріңіз керек. Нитробензолдан С6H5 сутекпен тотықсыздандыру арқылы нитробензолды анилин аламыз. Бұл анилин, немесе бұны не деп айтады тағы? Фенил амин деп те айтады. Өйткені мына С6H5 фенил радикалы бізде, екі аты бар. Немесе бұл реакцияны былай да жазуға болады. С6H5 деген бензол сақинасы мына жерде бір сутегі кетіп қалған, фенил радикалы деген осы. Осы жерде NO2 болатын болса, бұл енді нитробензол, нитробензол. H-ты жазамыз, оттек жазып қойдым ғой, H. Тотықсыздандыру арқылы, тотықсыздандыру болса, H-ты жазамыз, тотықтыру болса, оны жазамыз, Так, H. Сол кезде міне бензол сақинасында ештеңе болмайды өзгеріс, мына жерде NO2 NH2-ге ғана өзгеріп кетеді. Нитротоп, аминотопқа айналып кетеді. Полимердің атауы дейді, формуласы берілген. Мына формулаға мұқият қараймыз. Бұл жерде дұрыс жауап болады поливинил ацетат. Поливинил ацетат деген полимер, себебі міне қараңыздар, мынау ацетат тобы көріп алыңыздар. Бұл CH3,
О деген ой, оны бүйтіп ыңғайлы қылып былайынан жазып қойған иә, керісінше бұл сірке қышқылының қалдығын біз ацетат дейміз. Яғни сутексіз ацетат тобы бұл. Міне ацетат. Бірақ тағы да мұқият болуымыз керек. Поливинил ацетат. Винил деген не еді бізде? Винил деген мына этиленнің радикалы. Мына этилен болса, бір сутегіске мына винил радикалы. Енді қараңыздар, осы винил радикалынан қос байланысты көріп тұрсыздар ғой. Осы қос байланыс үзіледі де екі жағынан екі байланыс пайда болады. Мұнда міне поли деп айтамыз, себебі көп осы құрылымды көп қайталанады, полимер бұл. Поли, винил радикалынан болғандықтан ацетат. Енді осыған ұқсас тағы бір полимер бар, және үнемі ұбт-да соны сұрайды. Ол бізде полиметилметакрилат. Бұның формуласы осыған өте ұқсайды. Бірақ та айырмашылық қараңыздар, мына жерде аш болмайды, оның тағы бір метил тобы тұрады. Бізде біз оны полиметилметакрилат немесе органикалық шыны деп айтамыз. Осыны ұбт-да жиі ұбт нұсқаларынан көп қаламын, иә. Сондықтан абай болыңыздар. Қайтадан өшірейін, болмайды. Біздегі қазіргі сұрағымыздың жауабы поливинил ацетат. Есте жақсы қалу үшін тағы да бір қайталап тыңдап, немесе өзіміз парақта қайталап жазып көрсеңіз болады, есте сақтау мақсатында. Қысымды жоғарылатқанда тепе-теңдік өнім түзілу бағытына қарай ығысатын кеңдеу дейді. Жаңа біз жоғарыда айттық, тепе-теңдікті ығыстырудың 3 факторы бар дедік. Қысым, температура, концентрация дедік. Бізге тағы да қазір қысымды бағалауды берген екен. Бізге қараңыздар, өнім түзілу бағытына ығыстыруымыз қажет, иә? Ол деген сөз оңға ығыстыруымыз керек деген сөз, оңға. Енді қараңыздар, қай реакцияда қысымды жоғарылатқан кезде тепе-теңдік оңға ығысады? Біз білеміз, кез келген жүйе реакция жүріп жатқан сыртқы әсерге қарсыласады. Біз қысымды жоғарылатып жатырмыз, қысымды жоғарылатып жатырмыз. Ал жүйе не істеуге тырысады? Төмендетуге тырысады. Және қай жақта газдардың мол саны аз, сол жаққа ығысады, оң жаққа ығысады. Қараңыздар, енді дейміз, мына жақта агрегаттық күйге міндетті түрде қараймыз. Мына жақта 2 моль газ. Реакция теңескен бе, оған да назар аударамыз. Сол жақта бізде мына реакция теңеспеген екен, қараңыздар. Так, сутек 6, мына жақта сутек бізде 2. Күкірт 2, бізде 2 қоямыз. Так, 4, 8 сутек өткетті, ендеше мұнда 4 қоямыз. Енді қараңыздар. Сол жақта моль саны, бізде газдардың моль саны 3 моль болып тұр. Мына жерде 1 моль, мына жерде 2 моль, 3 моль. Оң жақта 4-5 моль болып тұр, иә? Бұл реакцияда оң жақта керісінше қысым артып тұр. Газдардың моль саны артса, қысым жоғары, яғни бұл жоғары бізде болмайды. Келесі мына реакцияда теңеспеген екен, теңестіреміз. Сол жақта да міне 2 моль газ, оң жақта да 2 моль газ. Мұндай жүйеде тепе-теңдіктің ығыстыруда бұндай жүйеде қысымның әсері болмайды. Қысымды жоғарылатсаңыз да, төмендетсеңіз де тепе-теңдік ығыспайды, иә? Үшінші жағдай міне тағы теңестіріп жүрейік. 2. Мына жақта газ, қараймыз агрегаттық міне 3 моль газ, мына жақта 2 моль газ, иә? Суды қараңыздаршы, газ күйінде берген. Егер жай ғана газ демей, жай ғана H2O деп тұрса, біз оны сұйық деп түсінеміз. Бізде ол саналмайды, иә, молі. Қараңыздар, міне 3 моль, 2 моль, көрдіңіздер ме? Моль саны азайып жатыр газдардың, яғни қысым азайып жатыр. Яғни бізде дұрыс жауап осы болады. Біз қысымды жоғарылаттық, жүйе қарсыласты, қысымды төмендететін бағытқа ығыстырды, тепе-теңдікті. Бізде қысым мына үшінші реакцияда, судың түзілу реакциясында
оң жақта аз екен. Түсінікті ғой, иә? Енді мынаны жай тексере салайық, міне теңестіреміз. Аммиактың ыдырау реакциясы екен мынау. Міне сол жақта 2 моль газ бар бізде, оң жақта 4 моль, иә? Міне бұл моль саны газдардың артып тұр, жарамайды. 89-6 хлормен ыстық натрий гидроксиді әрекеттескен кезде жаңағы бағанағы реакция келіп тұр, иә? Натрий H ыстық деп тұр. Яғни ол жерде натрий хлор OH болады, иә? H2O. Түзілген оттекті әрекеттескенде түзілген оттекті тұзды дейді. Оттекті тұз деп мынаны айтып тұр, иә? Мынау да тұз, бірақ бұл жерде оттек жоқ. Міне оттекті тұз, міне осыны катализатор қатысында қыздырғанда, иә, натрий хлор OH-ті катализатор қатысында қыздырамыз. Сізде бөлінген газдың көлемі бізде оттегі бөлінеді. Так, енді осы газдың бізге көлемін табу керек екен. Түсінікті, иә? Әрине бізде бұл реакцияларды біз қазір теңестіріп жіберуіміз керек. Мынандай 3 өнімі бар, кейде 2 реагенттер болған жағдайда 2-ден жоғары. Біз уақыт жоғалтпау үшін тотығудың әдісін қолдансақ тиімді болады бізде. 0, қараңыз тотығу дәрежесіне өткен менде -1, менде +5, иә? Тотығу дәрежесін анықтауды білетін шығарсыздар енді, оны міндетті түрде білу керек. Бәрін белгілемей-ақ, қай атом тотығу дәрежесін өзгертті, былай-ақ білуге болады. Мысалы, мен көріп отырмын, хлор -1-ге және +5-ге өзгертті. Басқалары өзгерткен жоқ, натрий өзгерткен жоқ, оттегі сутегі өзгерткен жоқ. Яғни мен жазамын. Хлор 0-ден, хлор 2 0-ден өзгертті хлор -1-ге. Теңестіремін, плюс 2 электрон. Енді хлор 2 өзгерді хлор +5-ге, енді қараңыздар. Бұл жерде мына хлор молекуласы әрі тотықтырғыш, әрі тотықсыздандырғыш болып тұр, иә? Әрі электронды өзі беріп тұр, өзі қосылып тұр. Қараңыздар, мен 2 қоямын. Так, тотығу дәрежесі сол жақта 0 болды, оң жақта +5-те келгенде +10 болды. 0-ден +10-ге өзгерді, оңға, яғни 10 электронды беріп жерді. 10-ды мында жазам, 2-ні мында жазам, қысқартамын, 1, 5. Яғни біз қандай коэффициент алдық? 5 деген коэффициент алдық, иә? Оны енді қайда қоямыз? Біз хлор 2-нің алдына қоюға болады, немесе хлор -1-дің алдына қоюға болады. Мен жерге қоюға болады. Бұл 5-ті біз мен жерге қоямыз. Бұнда қараңыздар, бізде 6 натрий болды, 6-ны мұнда қоямыз. Хлор бізде 6 болды, иә? Яғни мұнда 3 қоямыз. Сутегіміз 6, 3 қоямыз, 6 болды. Оттегіміз 6, оттегіміз 3, осы 3, 6. Реакцияны теңестірдік, иә? Сондықтан керек жағдайда тотығу реакциясын қолданып тезірек анықтап жіберу керек. Бұл реакциямызды теңестірдік. Ал енді екінші реакцияны теңестіруіміз керек. Бұл қиын емес, бұл екіншісі. Так, мұнда қараңыздар. Натрий мен хлор сәйкес келіп тұр, оттек мына жақта мына жақта жүріп келіп тұр. Яғни алдына 2 қойып, мынаның алдына 3 қойып, мынаның алдына 2 қойып теңестіре саламыз. Реакция тең болған. Енді пропорцияға көшуге болады. Жылдамдату мақсатында мен тез айтып жатырмын, түсінікті деп ойлаймын. 89-да 6 хлор берілген. 89-да 6 литр. Ал астында біз 22-4 3-ке көбейтеміз. Ол 67-де 2 литр болады. Түсінікті ғой, иә? 67-де 2 литр. Осы жерден біз қараңыздар, натрий хлор OH-ты мольмен таба салайық. X моль, астына 1 моль деп жазамыз, иә? Үсті моль болса, бізде астында моль болу керек. Ал астындағы моль, мына алдындағы коэффициент. Білетін шығарсыздар. Бұл пропорция әдісі негізгі әдіс қой, есеп шығарудың барлық неорганикалық химияның, органикалық химияның есептері бәрі осы әдіспен шешілетіндіктен пропорция әдісін жақсылап меңгеріп алыңыздар. Уақыт кетірмеу мақсатында.
Енді x-ті табайық. Ол үшін қараңыздар, 89-да 6-ны, 89-да 6-ны көбейтемін 1 молге, бөлемін 67-де 2 литрға. Есептейміз, 1,33 моль болды. Енді осы 1,33 моль не бізде? Натрий хлораты, соның үстіне міне жазамын мен 1,33 моль деп, астына жазамын 2 моль деп, өйткені 2 тұр астында. Осыдан біз газын көлемін. Мына оттектің астына не деп жазамын? 67-де 2 деп жазамын тағы да, Сонымен Y-ке түзетейікші, Y деп жазайық. Сонымен Y-ті тапқан кезде қалай болады? Y-ті тапқанда 1,33 молды көбейтемін 67-де 2 литрге, бөлемін 2 молге. 44-де 69, яғни 45, жауабы бізде 45 литр болады екен. Ары қарай кеттік. Массасы 56 грамм. Натрий ацетатын алу үшін сірке қышқылының етінсінің массасы. Так, бізде не алуымыз керек? Біз натрий ацетатын алуымыз керек. Яғни ол бізде өнім, Ал өнімді біз реакцияның оң жағына жазамыз. Натрий ацетатын. Ацетат деген бізде ол сірке қышқылының қалдығы, Сірке қышқылын білесіздер, немесе этан қышқыл деп айтамыз. Осының қалдығы міне CH3CO, міне ацетат, натрий ацетаты деген міне H-тың орнына натрий келгенде, Енді оны қалай аламыз? Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Бізге реагент ретінде сірке қышқылын беріпті. Яғни сірке қышқылын жазамын, яғни этан қышқылын деп айтамыз. Енді әрине мынау қышқыл болғаннан кейін, органикалық қышқыл, мен мына натрий ацетат түзу үшін негіз қоссам болады, натрий гидроксидін. Сонда қышқыл мен негіздің арасындағы кәдімгі бейтараптану реакциясы болады. Бізде мына OH пен мынаның H-ы қосылып қышқылдың су түзіледі. Яғни натрий ацетаты мен су түзіледі, Енді артық ақпарат өшіріп тастайын. Ары қарай енді бізге не дейді? Реакцияны жазып алдық. Теңестірудің қажеті жоқ, тең екен. Енді қараймыз, бізге алу керек 56 грамм натрий ацетатын, Бізге беріледі сірке қышқылының пайыздық омегасы, массалық үлесі. Және біз осы ерітіндінің массасын табуымыз керек. Масса CH3COH ерітінді. Енді қараңыздар, біз ерітіндінің массасын ешқашанда пропорциямен таба алмаймыз. Біз алдымен оның ішіндегі еріген затты табамыз, X грамм деп сірке қышқылының еріген затын, яғни қанша таза сусыз массасы керек, соны табамыз. Сірке қышқылының мольдік массасы бізде 60 грамм болып кеткен. Яғни мына жерде 1 моль тұрғандықтан астына 60 грамм деп жаза беремін. Мына жерде мына заттың натрий ацетатының мольдік массасы керек. Оны қалай табамын? Жаңа мына сірке қышқылынікі 60 болса, одан бір сутекті алып тастасаңыз 59. Оңай жолын көрсетіп жатырмын. 59 дейсіз да, плюс 23 деп натрийдің жазасыз. Сонда бізде болады 82 грамм моль, яғни 1 моль болғандықтан 82 грамм деп жаза саламын. Осы жерден X-ті табамыз. 60-ты көбейтемін 56-ға, бөлем 82-ге. 40,98 грамм дейді. Енді қараңыздар, сонымен біз нені таптық? Біз әлі асықпаймыз, не тапқанымызға қараймыз. Біз таптық X ненің үстінде тұр. Біз X-ті таптық, Ал X деп нені белгіледік? Міне, сірке қышқылын. Яғни біз сірке қышқылының және де несін таптық? Ерітіндісін бе? Жоқ, еріген затын таптық. Осы жерде назар аударайық, бізде шығым бар, Ендеше біз шығымның формуласын есімізге түсірейік. Шығымның формуласы масса практикалық бөлінген масса теориялық көбейту 100% болды. Біздің тапқанымыз реагенттің массасы практикалық масса. Біз енді теориялық массаны табуымыз керек. Ол үшін
масса практикалықты шығынға бөлеміз. Яғни 40,98-ді бөлеміз біз. Шығын бізде 95 0,95-ке бөлеміз. 43,14 грамм дейді, иә, бұл бізде жаңағы сірке қышқылының еріген заты шығынды ескергендегі, иә. Енді соңғы үшінші қадамда, мына бізде екінші қадамда еді, үшінші қадамда енді мына сірке қышқылының ерітіндісінің массасын табамыз. Ол үшін мына омеганың формуласын қолданамыз. Масса еріген зат бөлу масса ерітінді көбейту пайызы, омега. Осы жерде масса ерітінді тапқан кезде масса еріген затты бөлеміз омегаға. Масса еріген зат бізде 43,14 болды. Осыны бөлеміз. Омега 20%, 0,2-ке бөлеміз, иә. Тең 215,7 дейді. Қараңыздар, дұрыс жауап сонда бізде А екен. Асықпай осы есепті қайтадан парақ алып өздеріңіз шығарып көріп жаттықсаңыздар болады. Сол кезде да ұқсас есептер келгенде тез оперативно алаңдамай тез шығара аласыздар. Міндетті түрде сәлге болсын қиналатын есептеріңіз болса, оны бірнеше рет жасап жаттығу керек. Иә? Онда сіздердің ойларыңыз осындай ұқсас есеп көргенде, былай дайын болады. Неден кейін нені табам деген сияқты. Так. Сонда мен өшірейін. Ерінбей жаттығудың арқасында, қайталаудың арқасында ғана жоғары бағалау болады, иә, білесіздер. 87 грамм 30% калий сульфаты ерітіндісіне көлемі литр. Бұл жерде қараңыздар. Бірінші бірден реакция жаза қояқшы. Калий сульфаты оған қосамыз барий хлоридін. Уақыт кетірмей бірден реакция бар ма? Есепті оққанда реакция болса, сол реакцияны жазып тастау керек. Теңестіріп тастау керек. Одан кейін барып қайтадан есепке ораламыз. Бізде калий сульфатының ерітіндісі қараңыздар, мынау пайыздық концентрациямен беріліпті да, ал барий хлоридінің қараңыздар, мәліметтері мольдік концентрациямен берілген. Мұнда түзілген тұнбаның массасы дейді. Бізде мына барий сульфаттың массасы керек. Бірақ бізге екі реагенттің де мәліметтері берілгендіктен артық кем тақырыбы бұл. Сондықтан біз қай заттың зат мөлшері кіші, соны табамыз. Яғни зат мөлшерін табу керек. Бірінші ерітіндідегі калий сульфат ерітіндісіндегі еріген заттың бірінші массасын табамыз. Омеганың формуласы бойынша омега М еріген зат бөлінген М ерітінді. Бұдан бізде М еріген зат болады. М ерітінді көбейту омега, білесіздер. Ерітіндінің массасы 87, массалық үлесі еріген заттың 30% дегенде 0,3, пайызсыз болғанда. Сонда еріген заттың массасы бізде болады 26,1 грамм. Бұл бізде калий сульфаты. Енді бірден оны мольге айналдырып жіберіп, ол үшін массаны мольдік массаға бөлеміз. 26,1-ді бөлеміз калий сульфатының мольдік массасы. Ол қалай болады? Калийдің атомдық массасы 39 көбейту 2, қосу 32 плюс 16 көбейту 4. Мольдік масса табуды білетін боласыздар. 174. Яғни 174 грамм мольге бөлеміз. 0,15 моль. Міне калий сульфатының моль санын біз тауып алдық. Енді бұл бірінші, екінші, енді біз екінші қадамымыз. Екінші ерітіндідегі моль санын табамыз. Мольдік концентрацияның формасы N бөлінген B, бұдан N тең С көбейту B. Мольдік концентрациясы бізде міне мынау 0,2 моль бөлінген литр көбейту. Енді қараңыздар, жерде көлемді біз литрмен алуымыз керек. Бұл оқушылар осы жерде қателесіп атады. 100 мл деп алмаймыз, бұл жерде 0,1 литр деп аламыз, қараңыздар. Түсінікті ғой, қызым университет 0,1.
Сонда 0,02 моль болды. Бұл бізде барий хлор 2. Енді қараңыздар. Екеуінің алдында да коэффициенттер 1-1, яғни теңестіргенде ешқандай коэффициенттің қажеті жоқ. Ондай жағдайда біз жай ғана мольдерін салыстыра саламыз. 0,02, 0,15. Қайсысы кіші? Әрине барий хлор 2-нікі кіші, N барий хлор 2-нікі кіші N калий 2S4-ден. Яғни біз пропорцияны осы барий хлор 2 бойынша жүргіземіз. Ендеше мынаны салайық. Енді қараңыздар. Барий хлор 2-нің бізде моль саны қанша болды? 0,02 болды, Астында 1 моль деп жазамыз. Осыдан тұнбаның массасын табайық. Мольдік масса барий S4-дікі керек бізге. 133 қосу 32 қосу 64 болады, Барийдікі 137 болды, 137. 137 қосу 32 қосу 64 болады 233. Астына мен жазамын 233 грамм, Болды, міне енді осы сарымен қоршап қойын. Ең соңғы табатынымыз осы жер ғой. X-тен 0,02-ні көбейтем 233-ке бөлемін 1-ге, Сонымен 4,66 деген грамм деген жауап шықты. 4,66 бізде қай жауап? А жауап екен, Түсінікті болды деп ойлаймын. Көлемі 100 литр ацетилен алу үшін, яғни тағы да өнім алу үшін деп тұрса, ол өнім ацетилен бізде С2H2, Немесе оны бетіп былай да жазуға болады, Байланыс бар. Ацетилен, алкинге жатады, Оны неден алып тұрмыз? Метаннан алып тұрмыз, Метаны бар табиғи газ дейді. Табиғи газ деген ол бірнеше газдың қоспасы, бірақ қалай болғанда да табиғи газдың негізгі бөлігі метан болады, сондықтан біз метаннан аламыз бұл ацетилен, Есімізге түсірейік, метаннан ацетилен алу үшін етеміз, қыздырамыз, және температураны 1000 деп Цельсийде сақтаймыз. Температура 1500 градус Цельсий болды. Егер 1000 деп жазсаңыздар, 500 деп жазсаңыздар, онда ацетилен емес, басқа өнім болады. Плюс H2, яғни метан ыдырады ацетиленмен сутегі. Ары қарай теңестіреміз, реакциямыз дайын. Енді біз ары қарай 100 литр ацетилен алу үшін құрамында 95% метаны бар табиғи газдың 350 литр жұмсалды дейді. Бұл іс жүзінде жұмсалып тұр. Ал негізі қанша керек еді көрейік. 2 литр метан жұмсалады. Мынаның астына жазамыз 100 литр болғаннан асты литр, 2 моль газ 44,8 литр, мына жерде 1 моль газ 22,4 литр, Жерден көріп тұрмыз. Метан 2 есе көп неге қарағанда, ацетиленге қарағанда. X-ті тапсаңыздар, міне 200 литр метан керек еді, бірақ 100% метан емес, 95% метаны бар дейді. Ендеше 200 литрді біз 95% деп аламыз да, енді табиғи газ ол 100% ғой. Сонда қанша литр табиғи газ керек деп тауып аламыз. Яғни былайша айтқанда 200 литр метан қанша литр табиғи газдың құрамында бар деп тауып аламыз, бұл жерде. Яғни 210,53 литр табиғи газ бізге керек екен. Сонымен енді бізге керегі 210,53 болған, бірақ жұмсалған қанша? 350 литр жұмсалған. Шығымды табайық. Шығымды тапқанда бізге негізінде керегі 210,53 болған, 350 литр жұмсалды. Яғни бұл 60,15% деп, яғни бұл жауапты белгілейміз. Қоспа берілген, қоспада не бар? Мыс және мыс оксиді бар.
осыған жаңағы қосқышқылмен әсер еткен, иә. 98% деп тұрғаннан біз оны қандай деп түсінеміз? Концентрлі деп түсінеміз, иә, әрине. Ендеше концентрлік қосқышқылмен екеуі де әрекеттеседі. Егер H2SO4 концентрлі емес сұйытылған болса, біз айтатын едік, мынау әрекеттеспейді деп, иә, бірақ концентрлі болғандықтан әрине әрекеттеседі. Бізде екі реакция болады, иә. Купрум плюс H2SO4 жерде концентрлі болғандықтан мыс сульфаты SO2 және су түзеді, иә. Енді сұйытылған болсын, концентрлі болсын әрекеттесе береді. Купрум SO4 және су түзеді, оны білесіздер, қарапайым реакциялар екен. Бұндай қоспаның құрамындағы екі компонентте реакцияға түсетін болса, онда біз есепті жүйе құру арқылы шығарамыз, иә. Біздің қосқышқылының құрамындағы еріген затты табайық осы жерден. 50 граммды көбейтеміз 0,98-ге, сөйтіп біз таза қосқышқылының массасын тауып аламыз. 49 грамм, иә, 49 грамм H2SO4 тазасы еріген заты 49 грамм өтті. Так. Бізге екі компоненттің де мәліметтер берілмегендіктен біз былай жасаймыз. Мыстың зат мөлшерін X моль деп аламыз, купруманкын Y моль деп аламыз. Сәйкесінше, мына реакциядағы коэффициенттерге қараймыз. Мыс пен қосқышқылының қарым-қатынасы 1:2 қатынасы, мольдық қатынасы. Мыс оксиді мен қосқышқылынікі 1:1. Яғни бізде мына бірінші реакцияда жұмсалатын H2SO4 моль саны 1:2 қатынасы болғандықтан мыспен бұл бізде 2x моль болады зат мөлшері. Ал мына жерде 1:1 болғандықтан купруммен реакцияда тура сондай Y моль H2SO4 жұмсалады, иә. Ең бастысы осы жер. Енді осыларды пайдаланып біз теңдеулер жүйесін қараймыз. Егер теңдеулер жүйесін дұрыс қойсақ, ары қарай есеп оңай шығады. Енді қараңыздар, бірінші теңдеуде біз мына қоспаның массасы берілген ғой, 30-7. 30-7 қоспаның массасы, ол қайдан келді бізге? Ол масса купруммен, масса купрумының қосындысы, солай ғой. Масса купрум берілмеген, бірақ оның зат мөлшері X, мольдық массасы 64, яғни 64 көбейту X. Мына формула бойынша жазамыз. Плюс купрумы 64-ке 16-ны қоссақ 80 болады, иә. Мольдық массасы 80 көбейтем купрумыныкін біз зат мөлшерін Y деп алдық. Тең болады 30-7. Қараңыздар, бір теңдеуді біз алдық. Тура осы жолмен екінші теңдеуді аламыз. Қараңыз. Енді бізде қараңыздар. Екінші теңдеуде мына H2SO4 ерітіндісінің құрамындағы таза еріген зат 49 грамм болды. 49 грамм H2SO4 ол қайдан шығады? Ол бірінші реакцияда жұмсалатын H2SO4 пен екінші реакциядағы жұмсалатын H2SO4-тің массаларының қосындысы. Реакцияда бізде 2x моль H2SO4 жұмсалады. Оның мольдық массасы 98, жазамын көбейту 2x, иә. Плюс екінші реакцияда жұмсалады бізде H2SO4 мольдық масса 98 көбейту зат мөлшері Y. Міне, бұлай екінші теңдеуді алдық. Так, енді қараңыздар, енді бұл теңдеулерді кішкене ықшамдап алуымыз керек, түрлерін қарапайым қылып. Мен мына екінші теңдеуді ықшамдауға кеңес беремін. Бәрін нешеге бөлуге болады бұл жерде? 98-ге бөлуге болады, иә? Мынаны да 98-ге, мынаны да 98-ге, мынаны да 98-ге бөлсек, ықшамды әп-әйбат бір теңдеу аламыз. Сонда мына жерде қалады 2x қосу Y тең болады 0,5. Дұрыс па? Екінші теңдеуді ықшамда қалды.
не себепті ықшамдап алдық. Енді осы жерден y-ті тапсақ болады. 0,5 минус 2y. Енді қараңыз, осыны апарамыз да, біз мына бірінші теңдеудегі y-тің орнына, кешіріңіздер, y-тің орнына апарамыз. Яғни ары қарай математика. Мына жерге апарамыз. Математика. Әрине, ұбт-да аз уақыт алсын десеңіздер, тез шығарайын десеңіздер, ерінбей жалықпай, бір есепті бірнеше мәрте үйде шығарып жаттығу керек. Онсыз болмайды. Бір қарағанда түсіндім деп жаба салған есеп, ертең ұбт-да келетін болса, шала білетін болсаңыздар, сіздер қателесіп кету қауіптері жоғары, және де қателеспей шығарам деп мұқият отырған кезде көп уақыт жоғалтасыздар. Сондықтан ерінбей, шикі күйінде қалтырмай есептерді шығарып, әбден түсініп, әрбір қадамыңызды түсініп, және бірнеше рет шығарып жаттығу керек, автоматты түрде шығару үшін. Бұл менің енді достық кеңесім, бір жүріске совет дейді ғой. Қараңыздар, біріншіден бізде 64x плюс 80y, сонда қоямыз. 64x ол өзгермейді, плюс 80 деймін да, y-тің орнына мынаны жазамын. 0,5 минус 2y. Тең болады 30-7. Енді осымен жұмыс жасаймын. 64x қосу 80-ді 0,5-ке көбейтсек 40 болады, минус 82 y-ке көбейтсек 160 y болады, я? Ой, тұра тұрыңыздар, мына жерде x қой. Мына жерде y-те 0,5 минус 2x, я? X. Сен неге екі түрлі болып кетті дейм. Так, олай болса, қараңыздар, 160 x болады. Тең 37. Енді мына x-терді біріктіресіздер. 160-тан 64 алсақ, минус 96x болады, тең болады. 37-тен 40 аламыз, я? Минус 9-3. Бұдан x тапқанда 9-3-ті бөлеміз 96-ға, я? Бұл болады 0,097 мол дейді. Қараңыздаршы, x-пен біз нені белгіледік? Мысты белгіледік, я? Мына жерде артық орын босатайын, енді түсінікті ғой бәрі. Жазатын жер қалмады. Енді қараңыздар, x-ті немесе y-ті тапқаннан кейін, енді ары қарай қараңыздар. X деген неді? Купрумой. Яғни n-нің купрумның мол саны 0,097 мол. Массасын таба аламыз, я? 0,097 көбейту 64. 6,208 грамм мыс екен бізде. Так, енді қараңыздар, бұл мыстың массасы ма? Енді купрумның массасын табу үшін бұлай оңай істесек болады. Бізде қоспаның жалпы массасы 37 ғой, содан 6-да 208-ді азайта салсақ болады. 24-те 492 бұл купрумой екен. Бұл енді массалық үлесін таба саламыз ең соңында. Мұнда жазамын. Массалық үлес купрумдікі қалай болады? Масса купрум бөлінген масса қоспа. Купрумның массасы бізде 6,208 болды, қоспаның массасы 37 болды, көбейткен 100%-ға. 20,22%. Енді қараңыздар, купрумның массалық үлесін қалай табамыз? 100%-дан, осы 20-22-ні азайта салсаңыздар болады. Енді біз мүмкіндігінше уақыт үнемдейтін жолмен шығарып жатырмыз, я? Енді осы жауаптарды біз жерден іздейміз. Так, енді жауап болып тұр. 20% мыс деп тұр, 80% купрумо деп тұр, я? Көрдіңіздер ғой. Түсінік болса мен өшірейін. Міне қараңыздар. 20% мыс, 80% мыс оксиді деп тұр.